Математика сабағын бастаймыз. 15-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы рубль валютамен орындалатын операциялар. Бірінші тапсырманы қарайық. Қазақстаннан Ресейге келген туристер кәдесыйлар сатып алмақшы болды. Кәдесый сатып алуға қажетті соманы рубльмен және копейкамен төлейміз. Мына жерде кәдесыйлар бар, әр ойыншықтар, матрешкалар. Енді бағаларын қарайық. Оны рубльмен төлеуге 360 рубльді біз 100 рубль, 100 рубль, 150 және 10. Келесі 345. 345 рубль, 100 теңгелік рубль үшеуі және 10 рубль, 10 рубль, 10 рубль және 1. Келесі 550 рубльдік 550 рубльдік және 50 рубль беруге болады. Ары қарай екінші тапсырманы қарайық. Есепте кері амал қолдану арқылы сыныптастың есептегенін тексер дейді. 3809-ға қосамыз 297.008-ді, 300.817. 59787-ге қосамыз 364.559-ды, 424.346. 198.658-ге қосамыз 205.980. 404.640 шығады. Қарай. 80.181-ден азайтамыз 54.900. 25.182. 50.065-ден азайтамыз 9.840. 40.000. 580.000-дан азайтамыз 9.980. 507.540. Әрі қарай үшінші тапсырмаға қарайық. Амалдарды орында. 8 рубль 50 копейкаға қосамыз 7 рубль 10 копейка. 1 рубль 40 копейка шығады. 12 жыл 8 айға қосамыз 4 айды. 13 жыл шығады. 9 сағат 10 минуттан азайтамыз 3 сағат 40 минутты. 5 сағат. 7 тәулік 8 сағатқа қосамыз 2 тәулік 20 сағат. 10 тәулік сағат шығады. 10 сағат 45 минутқа қосамыз 12 сағат 38 минут. 23 сағат 23 минут. 5 апта 2 күннен азайтамыз 4 апта 6 күнді. 3 күн. Ары қарай төртінші тапсырманың асына қарайық. Былай дейді. Рубльмен берілген бағаларды қарап көр. Заттардың құнын қағаз ақша жинағанның қосындысы түрінде жаз. Тұрмыстық техника сатып алу үшін ресейлік бір отбасы өз бюджетінен 50.000 рубль бөлді. Бұл ақшаға қандай тұрмыстық техникалар сатып алуға болады? Әртүрлі нұсқаларын қарастыр. Соманы қағаз ақшамен жинауға көмектеседі. Мысалы, біріншісі болды 50.000 рубль. Микротолқынды пеш, мына жерде 4.000 рубль. Және үтік 3.000 рубль тұрады. Және кір жуғыш машина 32.000 рубль. Енді онда қанша теңге қалды? Есептеу үшін осылардың бағасын барлығын қосамыз. Яғни 4.000-ға 3.000-ді оған 45.000 рубль. Яғни 4 заттың құны 45.000 рубль. Енді 50.000 рубльден 5.000 рубльді азайтамыз. 5.000 рубль қалады. 50.000 рубльге 4 зат алуға болады және 5.000 рубль қалады. Екінші нұсқасынға. Енді тоңазытқышты есептейік. Тоңазытқыш алып 45.000 рубль тұрады және микротолқынды пеш алып 4.000 рубль. Екі заттың бағасы 45.000-ға 49.000 рубль. Одан кейін 50.000-нан 40.000 рубль қалады. Онда екі зат 9.000 рубль болды және 1000 рубль қалады. Енді тағы бір нұсқасын қарастырайық. 50.000 рубль болды. Газ плита және ыдыс жуғыш машина. 21.000 рубль. 21.000 рубль 28. Екеуін қосамыз 49.000 рубль.
екі затқа 49 мың рубль. Оны 50 мың рубль қалады. 50 мың рубльге екі зат алады және 1000 рубль. Мына жерде және тоңазытқыш үтік қалып тұр. Тоңазытқышта көрсін 45 мың рубльге және үтік 3 мың рубль. Екеуі 48 мың рубль. 48 мыңнан 50 мың азайтып 2 мың рубль қалады. 50 мың рубльге екі зат алуға болады. 2 мың рубль. Яғни әртүрлі нұсқаларын біз қарастырдық. Қандай заттар? Енді әсін қараңдар. Сурет бойынша өзің есеп. Мына жерде мысалы 50 мың рубль болды. Ол 45 мың рубль тоңазытқыш, 3 мың рубльге үтік сатып. Қанша тиді? Табу үшін 50 мыңнан азайтып 45 мың, 3 мың, 2 мың рубль. Жауабы ресейлік болса 2 мың рубль қалды. Ары қарай 5-ші тапсырманы қарайық. Периметрі 420 мм, 64 см, 460 мм ең тікбұрыштардың ені мен ұзындығының мүмкін болатын нұсқасын сантиметрмен жаз. Әрбір тікбұрыштың ауданын тап. Мысалы, периметрі 420 мм, ұзындығы 12 см, ені 9 см болуы мүмкін. Енді қарайық. Ауданын табу үшін, ауданы белгісіз, ауданын табу үшін біздер бірінші миллиметрді сантиметр. 420 миллиметріміз 42 сантиметр. Ауданын табу үшін 12-ге 9-ды көбейтеміз, яғни ұзындығымен енін көбейтеміз. Бұнда 108 сантиметр. Ауданы 108 сантиметр. Периметрін тауып көрейік. Периметрін табу үшін ұзындығымен енін қосып 2-ге көбейтеміз. Яғни мына жерде 12-ге 9 қосамыз, 2-ге көбейтеміз. Бұнда 42 сантиметр. Енді 64 сантиметр. Периметрі 64 болсын, ұзындығы 18 сантиметр және ені 4 сантиметр. Ауданын табайық. Ауданын табу үшін 14-ті 18-ге көбейтеміз. 252 сантиметр. Периметрін табайық. 18-ге 14-ті қосамыз, 32. Оны 2-ге көбейтеміз. Енді 460 мм. 460 мм-міз 46 сантиметр. 46 сантиметр. Ұзындығы 14, ені 9 сантиметр. Ауданын табу үшін 14-ті 9. Біз 20. Периметр. 14-ті қосамыз, 23. Оны 2-ге көбейтеміз, 46 сантиметр. Ары қарай. 6-шы тапсырманы қарайық. Әжей Ресейде ақ және қызыл түсті 9 шумақ тоқыма жіп сатып алды. Қызыл жіпке ол 320 рубль, ал ақ жіпке 400 рубль төледі. Егер жіп шумақтарының бағасы бірдей болса, әжей қанша ақ және қанша қызыл жіп сатып? Бөліп берілген. Қызыл жіп 320 рубльден қанша екен белгісіз, ақ жіп 400 рубльден қанша шумақ екен белгісіз. Барлығы 9 шумақ. Әуелі 9 шумаққа қанша теңге ақша төленгенін табамыз. Бұл үшін 320-ға 400-ді қосамыз. 720 рубль. Барлығы 9 шумаққа 720 рубль төледі. Енді біз бір шумаққа қанша төленгенін тауып алуымыз керек. Бұл үшін барлық төленген ақшаны 9 шумаққа бөлеміз. 720-ны 9-ға бөлеміз 80 рубль. Сонда бір шумақ 80 рубль. Енді әр қайсысын табу үшін, мына жерде қызыл жіптен 320 сатып алды деді ғой, 320-ны бір шумақтың бағасына бөлеміз. Бір шумақ 80. 320-ны 80 бөлсек 4. Қызыл шумақ. Одан кейін 400-ді 80-ге бөлеміз. 5. Жауабы әжей 4 қызыл жіп және 5 ақ жіп сатып алды. 7-ші тапсырманы қарайық. Дүкеннен әр қайсысы 54 рубльден 4 тәрелке және 2 саптаяқ сатып алынды. Егер бір саптаяқ бір тәрелкеден 2 есе арзан тұратын болса, 4 тәрелке мен 2 саптаяқты қанша рубльге сатып алуға болады? Әуелі берілгенін жазамыз. Бір тәрелке 54 рубль, бірінші саптаяқ одан 2 есе арзан. 4 тәрелке қанша, 2 саптаяқ қанша? Барлығы қанша рубль? Әуелі бір саптаяқ.
Ол үшін 54-ті 2-ге бөлеміз. 27. Бір саптаяқ 27 рубль. Одан кейін 4 дәлізге қанша төлейміз? 54-ті төлейміз 216. Енді 2 саптаяқ үшін 27-ні 2-ге бөлеміз. 54. Барлығы қанша үшін 216-ға 54-ті қосамыз. 270 рубль. Жауабы 4 тәрелке мен 2 саптаяққа 270 рубльге сатып алуға болады. 8-ші тапсырманың асын қарайық. Сұраққа жауап берді. 596 долларға ұн, 653 долларға қант және 386 долларға сүт сатып алу үшін кәсіпкерге 2000 доллар жеткілікті ме? Есептейік. Болды, ода 2000 доллар. Ұн 596, қант 653, сүт 386, қалғаны белгісіз. Ол үшін мынаның барлығын қосамыз да азайтамыз. Барлығын қоссақ 1635 доллар. Мұны азайтамыз 360. Яғни кәсіпкердің ақшасы жетеді. Не 365 доллар артық қалады. Екіншісін қарайық. Кесте бойынша есеп. Кәсіпкер 2 доллардан бірнеше нан сатты. Не 5 доллар. Ірімшік. Барлығына жетті. Оның ақша жетті ме? 2 долларды. 2 долларға 5 доллар. Оның бағасы сонда 7 доллар. Нан мен ірімшік. Одан кейін 70-ті 7. 10-дан. 10-дан. 2 доллар 10-ға. 20. 20 доллар нанға. 4 бізге өтеміз. Бабы 10 нанға 20 доллар, 10 ірімшікке 50 доллар. Әрі қарай 9-ші тапсырманы қарайық. Егер Айман 3 раушангүл сатып алса, оның 140 рублі қалады. Ал 5 раушангүл сатып алса, оның 100 рублі қалады. Бір раушангүл қанша? Табу үшін әуелі 5-тен 3-ті азайтамыз. Міне 5 рубль сатып алса, 3 раушангүл қалады. 5-тен 3-ті азайтамыз, 2. 140-тан 100-ді азайтамыз. 40. Енді бір раушангүл қанша екен? Үшін 40 рубльді 2-ге бөлеміз. 20 рубль қалады. Одан кейін 20 рубльді 3-ге көбейтеміз. Оған 140 рубльді қосамыз. 20 рубльді 3-ге көбейтеміз. Оған 140. Сонда 200. Одан кейін 200 рубльден азайтамыз. 20 рубльді көбейтеміз. Одан кейін 20 рубльден азайтамыз. 20. 100. Жауабы бір раушангүл 20 рубль тұрады. 10-ші тапсырманы қарайық. Оқушы бірдей бағада 8 қалам мен 6 қарындаш сатып. Ол 8 қаламға 16 рубль 80 копейка төлеген болса, 6 қарындашқа қанша ақша кетеді? Әуел берілген жазамыз. 16 рубль 80 копейканы бөлеміз 8-ге. 8 қалам. Бір қалам жасап. Ол 2 рубль 10 копейка. Бір қалам 2 рубль 10 копейка. Енді былай деді ғой, бағалары бірдей бағада 8 қалам мен қарындаш. Яғни қарындаштың бағасы да, бір қарындаштың бағасы да 2 рубль 10 копейка дейді. Оны алдық. 2 рубль 10 копейка. Көреміз 12 рубль 60 копейка. Яғни 6 қарындашқа 30. Енді барлығын қосамыз. 16 рубль 80 копейка, 12 рубль қосамыз. 29 рубль. Енді оны қағаз ақшамен жинақтап көрдік. Мен қалай жинақтаймыз? 29 рубль 40. Бізде 10 рубльді қағаз ақша, 5 рубль копейка, 2 рубльді копейка, 10 рубльді 3 копейка, 5 рубль. Оқушы барлығы 20 рубль 40